Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын капкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікірлеріңізді комментария қалдырсаңыздар болады. Ол үшін бізге керегі ұн, қант, айран, бөлме температурасында тұрған сары май, жұмыртқа, ванилин, 9% уксус, сода қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, қантымызды және де 2 ванилинімізді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Осылай ағару керек. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді ұнымызды салып, ақырындап отырып миксерлейміз. Бізде осылай қою теста болады, оған қорықпаңыздар. Енді содамызға 9% уксусымызды 2 ас қасық құямыз. Екі ас қасық құйып, осылай қайыстетіп аламыз. Тестамызға құйып, жақсылап миксерлейміз. Ең соңында айранымызды құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Айранымыз осылай ашыған болса да жарайды. Капкейктің көтерілуіне жақсы болады. Рецептін астына жазып қалдырамын. Мен бұл рецепті 5-ке көбейтіп жасадым. Одан 48 штук капкейк шықты. Енді формамызға тестамызды орташа көлемде құйып шығамыз. Осы рецепттен 9-10 штук капкейк шығады. Егер сізге одан да көп капкейк қажет болса, осы ингредиентті 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Мысалы, бір жұмыртқаның орнына 2 жұмыртқа, 90 грамм қанттың орнына 180 грамм солай көбейтіп жасай бересіздер. Енді қызып тұрған 180 градуста пешімізге салып, жақсылап пісіріп аламыз. Бізде осындай өте нәзік, жұмсақ капкейктер пісіп шығады. Дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сырмен қантты жақсылап араластырамыз. Қант пен творожный сыр жақсы еруі керек. Осылай ериді. Енді оған сливкиімізді құйып, бір массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Бізде қоюлығы осындай болады. Креміміз дайын. Енді суыған капкейктерімізге крем жағып шығамыз. Насадка номерін астына жазып қалдырамын. Осындай силиконовый мешокымызға кремімізді салып, суыған капкейктерімізге
кремдерін жағып шығамыз. Енді капкейктерімізді сәндейміз. Мен бұл жерде жеміс-жидектер мен шоколадтармен сәндедім. Сәндеу жағы өздеріңіздің қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Осындай өте керемет болып шығатын капкейктерді міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып, лайк басып, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.